Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр өте дәмді болып шығатын компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Осындай кастрөлімізге мен 4,5-5 литрдей суды құйып алып, осыны жақсылап қайнатып аламын. Қайнағаннан кейін ғана жемістерімді сала бастаймын. Менің барлық жемістерім олар морозкіде қатырылған. Мынау шие, алма. Мынау алмалардың барлығы балалар жемей тастаған алмалар. Осыларды кептіріп қатырғанмын. Одан кейін апельсин, лимон үйлерді блендердің көмегімен езіп, осылай кубик тәрізді етіп морозкіге тастағанмын. Сіздер балғын түрінде сала берсеңіздер де болады. Қайнап қалған кезде үстіне каркаде мен қандың дәміне қарай салып жіберіңіздер. Мен 150 граммдай қант қостым. Осылайша бізде компотымыз дайын болды. Жақсылап суытып аламыз. Одан кейін сүзіп графинге құйып қойсаңыздар болады. Мұзбен немесе осылай салқын күйінде отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Дүкендердегі соктар ұнамайтын болса, осылай қолдан жасап балаларыңызға қойып қойыңыздар. Әрі сенімді, әрі құрамын өзіңіз біліп отырасыз. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Алда өте қызықты рецептер шығатын болады.